Жақсы, Жанар ханым, кішігірім сұхбатыңызға қош келдіңіз. Сізге қоятын бірінші сұрағым, жалпы сіз брейн тренинг курс практикумын алғаш алғандардың бірі, сіз ол кезде менің брейндім де жоқ, менің нәтижелерім де қатты көп шыға қоймаған кез еді. Сол кезде менен алуға қандай бір себеп болды? Себебі ол барлық нәрсе сұранысқа байланысты туындайды ғой. Біздерде мен өзім оған дейін де баланың алыптық қабілетін дамыту үшін сондай орталықта жұмыс жасадым да. Сөйтіп жүргенде көп ата-аналар жаңағыдай сұрайды да, тез результат беретін, шапшаң мына каникулдың уақытында да уақыт тастайтын, ең болмаса бір айдың ішінде нәтижеге жеткізіп беріңізші дейді да. Сол кезде ойлайтынмын, ой шіркін, осындай нәтижеге тез жеткізетін қандай әдістер бар екен деп ше. Сөйтіп жүрген кезде іздегенге сұраған ғой, Алла өзінің адамның ниетіне береді да. Инстаграм ашып қалсам, қайта-қайта сіздің нелеріңіз шықты. Сосын ойладым, қалай болады деп әрі қарай зерттедім. Маған не ұнады? 3 күннің ішінде 42 әріпті жаттату. Қалай ол жаттатады деп өзім ойладым да. Себебі қазақ кәдімгі мектептің өзінде 42 әріпті жарты жыл оқытады, үйретеді. И то бала оны жаттай ма, жаттамайды. Өзім де менің деген достарым, өзімнің группаластарым, мұғалімдер ғой. Пожалуйста, каникулдың уақытында мен баламды жедел оқытатын бір нәрсе бар ма деп. Сөйтіп сол кісілердің сұранысынан туындады да. Ұстаз айтушы, жол көрсетуші, үйретуші, ал ата-ана фиксировать етуші, яғни бекітуші да. Жанар ханым, жалпы әріп жаттау, буындап оқу және сөзбен оқу бойынша ең жылдам жеткізген нәтижелеріңіз қандай? Бір сағатта қанша әріп жаттатудасыз қазір? Негізінде баланың қабілеті қандай өте керемет деңгейде болатын болса, бала өте қабілетті болатын болса, онда деген бір сағаттың ішінде 6 әріпті, 8 әріпті толық жаттатуға болады. Балаға салмақ түспесін деймін да. Бір сағатта тек 4 әріпті жазғызып, жаттатып, үйретіп, жазба түрін жазғызып, бір үлгеру үшін бір сағатта 4 әріп жаттатып. Керемет. Ал енді мысалы бала әріп таниды, бірақ та буындап оқи алмайды. Сондай балалармен қалай жұмыс жасайсыз? Бір сағатта қандай нәтижелер болып жатыр? Немесе бір айда қанша сөзге жеткізіп жатырсыз? Бұл жерде мен былай істеймін. 42 әріптің жаңағы дыбыстарды анықтаймын. Сосын қазақтың 9 таңбалы, 9 әрпін, 9 дыбысын анықтап, дұрыстап тұрып жеткіземін. Сосын дыбыстардың жақсы анық естілуі үшін өзімнің бір біткен құралым бар деп қояйын. Сол құралмен балаларға мысалы өзім айтамын, құлағына тақай, мені көрдің бе, сен мені қайтала деп дауыс дыбыстарды созып айтқызамын. Дауыссыз дыбыстарды қысқа. Сол жерде қатты көрсетемін. Сосын мінекей екеуін қосқан кезде ешқандай да бөлек айтпайсың. Мысалға бірден мысалға ва деп кетеміз, бірден са, да, рау сияқты да. С, а, са деп отырмайсыз. Болмайды. Сонда бір айда буындап оқи алмайтын балаға қандай нәтиже көрсетудесіз? Қанша сөз оқып кетіп жатыр мысалы? Кекте маған келіп жатқан 3 группа ашылды. 3 группаның ішінде мен өзім нәтиже көрсету үшін тек қана 4 баладан алып жатырмын да. 4 баладан артық алмаймын деп өзіме принцип қойдым. Әр балаға қарап, қайталап жұмысын жасап бақылап отырамын да. Қаншалықты үйреніп келіп отыр. Мысалға мен осы кеше Алматыға кеткеннің алдында бірінші, екінші, үшінші күндері мысалға 2 қызыма мысалға оқытып кеттім. Бірақ ата-аналарға айттым, мен келгенше мықты болмау керек, сіз қайталатасыз деп. Себебі бұл жерде фиксировать ететін, бекітетін ата-ана істемелігіңіз керемет образны да баланың ұйылу арқылы есте сақтауына өте күшті мықты әсерін береді. Әрі көреді бала, әрі тілді тарту, жаттығу бар бұл жерде, әрі жаңағы оқып кетеді да тез. Тез оқып кетеді. 1-2 сабақта сіз бірден буындатып оқытып жатырсыз. Обязательно. Жақсы. Енді мысалы балалар бар 30 сөз оқитын, мысалы 30 сөз, 40 сөз баяу оқиды, мысалы сол балаларға қанша айда, қандай уақыт, қандай нәтиже беріп жатырсыз? Енді дәл осы қыркүйекте басталып тұрмын. Осы кеше ғана менің маған келген бала бойынша айтайын, маған келген балам 4 оқитын бала. Математиканы өте жақсы жасайды, шығарады. Бірақ балада ата-ананың сұранысына қарай жұмыс жасап тұрмын мен. Сұрап жатыр да, өтініш дейді. Апай айтып жатыр, мына бала 9 қазақтың дыбыстарын айта алмай тұр. Мысалға, н мен ң-ды шатастырады да бала. Н мен ң шатастырады, о мен үні шатастырады, к мен қ-ны шатастырады, о мен өні шатастырады. Оның алдында да мысалы сіз орталықпен бөлек жұмыс жасағанда қандай болды? Бұрын келген кезде мысалға жылдамдыққа жұмыс жасаған кездерім болды. Қазіргі көп балаларда тілінде дыбыстан өте кемшін тұстар өте көп. Соның салдарынан кейде жылдам оқи алмай жатады бала. Ең бірінші келген балам минутта 42 сөз оқып келген бала болды. Оның ішінде 65 сөз ба сондайға дейін оқыды. Енді ол қатты скорость емес енді, бірақ бір айдың ішінде нәтиже деп ойлаймын. Әрине. Көп жерде ондайда нәтиже жоқ қой. Жақсы. Енді осы курсқа жазылар алдында сізде қандай бір күдіктер болды? Және де ол күдіктерді жеңгеніңізге қуаныштысыз ба, жалпы? Менде бар ғой, ешқандай күдік болмайды. Мен бір нәрсені жасаймын деп өзім ниеттендім ба, маған өз солай жүрегімнен сондай хабар келетін болады. Ешқандай күдік болмайды менде. Менде наоборот қуаныш болады да, қашан тез бастаймын, қашан мен сол нәрсені өзіме жаңағыдай сіңіремін.
нәтижесін беремін, қашан менде сондай болады, менде ешқандай күдік болмайды. Егер де мен ол маған керек деп шешетін болсам, мен ешқандай ойыма күдік салмайтын адаммын. Жастардан да үлкендерден де алам, бірақ мынау әдістемелік деген өте керемет қой. Әдістемелік деген бұндай әдістемелік жоқ еш жерде. Мысалға көпшіліктің сұранысы бойынша осы жаңағы тез арада нәтиже беретін болғаннан кейін мен қуана қабылдадым. Керемет. Жанар ханым, енді мысалы қазір егер құпия болмаса осы курстың құнын қанша есеге ақтап алдыңыз осы уақытқа дейін? Сіз енді бізде наурыз айында келдіңіз, содан бері шамамен ба айтайын ба? Мен бұған дейін осы қыркүйек айына дейін мен басқа орталықта болдым. Себебі басқа орталықтың оның әдістемелігі бөлек. Сондықтан мен өзімнің жаңағы маркамды ол жерге қоса алмадым. Өйткені бірақ ол жердегі құрбым әрі басшым ол айтты, сіз енді Каусария ханымның практикасын алып жүрсіз ғой, сіз давай соны осы практикаға кете беріңіз деп солай істеді. Сосын мен жарайды жақсы деп ойлана келіп өзімнің практикамен қосайын дедім да. Сосын ол кісі маған мүмкіндік берді, давай сіз өзіңіздің курсыңызды ашыңыз деп. Сол кезде мен өзімнің ата-аналарыма, өзімнің ең жақындарыма, ең жаңағы жақын жуықтарыма 3 баланы алдым да, солай жұмыс жасадым, достарымның, құрдашымның. Ол деген ақша деген ақталады. Тек ниет керек, сосын әрекет керек та. Ол ақталады. Ал енді осы кешегі қыркүйек айынан бастап, тек қана қыркүйек айында мен деген қазіргі уақытта қоғамдық жұмыстарым да бар. Жұмысым өте көп, өзіңіз білесіз ғой. Бірақ дегенмен жауапкершілік болғаннан кейін ол балаларға нәтиже беру керекпін да. Сондықтан мен мысалға ата-аналарға былай айтамын да. Менің айта кетсем болады ма? Менің курсым аптасына 3 рет оқытамын, 2 сағаттан болады. Яғни бір айда 24 сағат беремін. Ол курсының бағасы 60 мың теңге. Ол курсының ішінде 60 мың теңгенің ішінде не бар? 15 мың теңгелік диагностика бар. Сол 60 мың ішіне кіреді. Және орталықта орындайтын кітап және үйге беріп жүретін 2 кітап бар. Соның барлығын қосқан кезде сол курстың бағасының ішіне кіреді. Сосын мен әлбетте нәтижені бірге беремін. Нәтижеге жұмыс жасайтын экспресс оқытушымын. Керемет. Бір топпен-ақ бір курстың ақшасын ақтап алдыңыз. Жанар ханым, жаңа айтқандай, сізге тек мына ақшасы бар, тез нәтиже қалайтын ата-аналар келеді дедіңіз, иә? Жалпы сіздің ұзақ уақыт бойы ай сайын езіп жүретін курстарға көзқарасыңыз қандай? Енді деген бұл жерде ең бірінші ата-ананың жауапкершілігі ғой, дұрыс па? Бұл жерде ата-ана баласына біреуге бүйтіп ысырып тастағаннан көрі, баланың өзінің біліміне құю керек та, біліміне. Бала мүмкін оны ай сайын оған продленкаға беріп керек емес шығар негізінде. Просто бір балаға бір қызығушылығын арттырып, баланың дәл бір жаңа не деп айтайын, бір осы керемет әдіспенен мүмкін бала деген өзі алып кететін дәрежесі бар шығар. Базасын қалыптастырып, сосын ары қарай бала өзі оқитындай деңгейге жеткізу дейсіз. Балық бермен қармақ бер дейсіз. Бір рет мысалға экспресс курсқа беріп, сөйлесіп мұғаліммен баланда қай жерінде проблема болып тұр. Соған жұмыс жасап, сосын баланың өзін жіберу керек деп ойлаймын. 4 жыл 180 мыңнан жыл сайын төлеп миллион төлегенше айтқан кезде, одан да бір-ақ рет 180 мың төлеп, сөйтіп шайдың ішіне нәтиже шығарған жақсы. Жақсы. Онда Жанар ханым, мына брейн тренерлікті үйренуге сенімденіп отырған адамдарға не дейсіз? Және де бір кішігірім басқа адамдарға менің аудиторияма айтатыныңыз болса. Енді брейн дегеніміз, ол деген ми ғой, дұрыс па? Сондықтан біз әр адамның өзінің миы бар, дұрыс па? Сондықтан ми бізді басқармау керек, біз миымызды басқаруымыз керек, иә? Сондықтан миымызды өзіміз бағындырып, өзіміз миымызды өзіміз жаттықтырып, өзіміз не қалаймыз, бізге не керек, соны біз анық білетін болсақ, ми бізді басқармайды, біз миымызды басқарамыз. Өте мықты қылып жаратқан ғой Алла тағала. Не берсең де, как губка оны сіңіріп алады негізінде. Просто көп жерде психологтар да басқа да айтып жатады ғой, енді ми кішкене жалқаулау орган, жасағысы келмей тұрады деп. Ал ми орындағыш. Біздің аузымызда не сөз шығады, соны ми міндетті түрде орындайды да. Сондықтан қазақ тілі жақсы сөз жарым ырыс дейді. Жақсылыққа талап болуымыз керек, ынталы болуымыз керек, ниетті болуымыз керек. Сонда барлығы болады. Ал ешқандай да күдік болмау керек. Брейн тренерлікті оқу керек, міндетті түрде. Содан кейін оның жемісін көресіздер да. Міндетті түрде көресіздер. Миыңыз дамығаннан кейін сіз барлықта алжымайды да адам. Үлкен кісілерге ол міндетті түрде керек. Вообще ми қызметін, миды жаттықтыру ол балаға, шағаға, үлкенге, орта жастарға бәрімізге керек қой. Бәрімізге керек. Әсіресе қазіргі уақытта өте қажет. Сондықтан біріншіден егер балаларыңыз болса, Жанар ханым сияқты, Жанар апай сияқты мұғалімдерге беріңіздер. Ал егер өзіңіз мұғалім болсаңыз,
бізге келіп білім алыңыз, міндетті түрде нәтиже шығарамыз.